Суға шомылу маусымы басталғалы қауіпсіздік шаралары күшейді. Өкінішке қарай демалушылар қарапайым ережелерді сақтай бермейді. Салдарынан кейде оқиғалардың соңы қайғылы жағдаймен аяқталып жатады. Жыл басынан бері өңірде 3 адам суға кеткен. Сондықтан мамандар шомылу маусымының қарсаңында алдын алу профилактикалық шараларын өткізіп жатыр. Судағы қауіпсіздік ережелеріне сай әрбір демалыс орындары құтқарушылармен қамтылуы тиіс. Ол үшін департамент қызметкерлерімен бірге арнайы оқытудан өтеді. Қажетті дағдыларды меңгергеннен кейін жұмысқа орналасады. Сондай азаматтың бірі Селбес есімді құтқарушы. Маңызды мамандықты өз қалауымен таңдап, оқып, қазіргі күні еңбекке араласып жатыр. Биыл 2-ші жыл қатарынан қаламыздағы демалыс аймағының бірінде қызмет атқаруда. Мен жұмысым әрине адамдарды құтқару, бірақ ондай жағдайлар көп болмайды. Өйткені бізде бөлек детский бассейн бар, үлкен бассейн бар. Үлкен бассейннің тереңдігі 1,80, примерно соған келеді, 1,80-1,70 арасы. Ал кішкентай бассейн 70-80 см. Әрбір демалушыға қауіпсіздік ережелері қатаң түсіндіріледі. Балалар ата-аналармен бірге келеді. Ересектер де кішкентайларды назардан тыс қалдырмауға тырысады. Жалпы мұндай көпшілік суға түсетін жерде балалардың қасынан кетпейміз, өйткені балалардың жасы кішкентай. Одан кейін балаларды арнайы кішкентай балалар түсетін бассейнге түсіруге тырысамыз, және қастарынан кетпейміз. Баллондары бар, және балаларға бассейнге түсер алдында судағы қауіпсіздік туралы түсіндіреміз ата-ана ретінде. Жазатайым оқиғалардың көбі рұқсат етілмеген жерлерде суға түскендіктен орын алады дейді жауаптылар. Сала мамандары арнайы белгілерді орнатып, қажет болса жаңартып отырады. Жалпы аймақ бойынша тұрғындар рұқсат етілген 4 орында ғана суға түсе алады. Олар Талдықорғандағы қалалық жағажай, Балқаш көлі және Алакөлдің Ақши мен Көктұма жағалаулары. Қалған су айдындарындағы жауапкершілік ең бірінші кезекте демалушының өзіне жүктеледі. Сақталу керек талаптардың бірі, ол балаларды қараусыз қалдырмау керек, одан кейін мас күйде суға түспеу керек, және де жүзу құралдарын пайдаланған кезде ең бастысы қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Бізде көп қайталанатын жағдай, бізде балаларды қараусыз қалдыру жағдай тіркеледі. Көлдің жағаларында, қалада, пляжда, Балқаш көлінде, Алакөлде. Аталған ережелерді бұзған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 412 бабымен әкімшілік жауапкершілікке тарту көзделген. Мәселен, былтыр осындай талаптарға бағынбаған 7 адам айыппұл арқалаған. Әрбір тұрғын жауапкершілікті сезінсе, қайғылы оқиғалар да болмас еді дейді мамандар. Достарыммен келдім. Мен өзім негізі судан аспаймын ары қарай. Аяғым жеткен жерге дейін барам. Аяғым жетпеген жерге бармаймын. Балалардың осы жерден айғайлап қарап отырмыз енді. Қауіпсіздігін сақтап, арып жібермей тұрмыз. Бер шетіне қарай, кішкене ғана бер. Кішкентай балалар өзі. Малды білмеймін, бірақ енді мен терең жағына қарай бармаймын. Және де не дегенмен аяқты дұрыстау деп ойлаймын, потому что судағы тастар аяғын сырып, немесе аяғын тартып қалуы мүмкін. Тоңып бартқан кезде баршылықты көмек шақырып білу. Содан кейін жан-жаққа айқайлап, содан кейін алыс жаққа бармау, терең жақтарға. И өзіме ауыздаттар алмау, және де басқа адамды қолынан ұстап, ар жаққа тартпау. Жалпы аймақ бойынша қазіргі күні 82 құтқарушы бар. Олар су айдындарында күн түндемей тұрғындардың қауіпсіздігін қадағалайды. Жұмыстар әсіресе күн ысыған уақытта қызады. Осы мақсатта арнайы станциялар да бар. Ал суға шомылу маусымында қайғылы жағдайлардың алдын алу мен азаматтардың қауіпсіз демалысын қамтамасыз ету мақсатындағы рейдтік шаралар жүйелі түрде жалғасын таба береді. Жұлдызай Мұратқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы.